достар, 22-де 16-шы есеп. Келесі бірінші есептен бастаймыз. Мына есепті шығармас бұрын бізде қараңыздар, беріліп тұрғаны тангенс альфаның мәні беріліп тұр. Осыған қарап біз өрнектің мәнін табу керекпіз. Енді бұдан тангенс альфаны шығару үшін біз былай жасайық. Мына өрнектің барлығын косинус альфаға бөліп жіберейік. Бөлемін косинус альфа, яғни қараймыз, мына 4 косинус альфаны бөлемін косинус альфаға. Минус 2 синус альфаны бөлемін косинус альфаға. Астын дәл осылай. 3 синус альфаны бөлемін косинус альфаға. Плюс косинус альфаны бөлемін косинус альфаға. Мына бәрін бөліп шықты. Енді ары қарай ықшамдаймыз. Мына жерде косинус пен косинус қысқарады, сонда менде 4 қалады. Минус синус пен косинустың қатынасы менде тангенсті береді. Алдында 2-сі бар, сонда 2 тангенс альфа шығады. Мына жерде 3 синус пен косинустың қатынасы тангенсті береді. 3 тангенс альфа болады. Плюс косинус пен косинус қысқарады да, менде 1 қалады. Міне. Енді бізде тангенстің мәні бар. Тангенс 3-ке тең деп тұр. Яғни тангенстің орнына 3-ті қоя салам. 4 минус 2 деймде көбейтем, тангенстің орнына мына 3-ті қоям. Көбейту 3. Мына жерде дәл солай 3 көбейтем, тангенстің орнына 3-ті қоям, плюс 1 деймін. Мынау қарапайым есеп. Мына жерде 4 минус 6 шығады. Мына жерде 9 плюс 1. Так, мына жерде минус 2, минустың алдына шығарып жіберейік. 2 бөлінген 10, 2-ін қысқартсақ, минус 5-тен 1 шығады. Немесе минус 0,12. Так, келесі екіншісінде 5 косинус альфа плюс 3 синус альфа бөлінген 3 синус альфа минус 2 косинус альфа. Мына жерде біз косинусқа бөліп жіберейік. Косинус альфаға бөліп жіберейік. Тең болады деймізде. Дәл мынандай етіп жазамыз, кішкене былай алып жасайын. Так, значит, 5 косинус альфа бөлемін косинус альфа плюс 3 синус альфа бөлемін косинус альфа. Мына жерде де 3 синус альфа бөлемін косинус альфа минус 2 косинус альфа бөлем косинус альфаға. Тең болады. Так, енді ықшамдаймыз. Біріншісінде косинус альфа мен косинус альфаны қысқарады, менде 5 қалды. Таңба плюс. Так, синустың косинусқа қатынасы менде тангенсті береді. Алдында 3 бар. 3 тангенс альфа. Так, минус емес, достар, сызылып кеткен. Синустың косинусқа қатынасы тангенсті береді. Алдында 3 бар. 3 тангенс альфа. Так, минус 2 косинус пен косинус қысқарады, сонда менде минус 2 қалады, Енді тангенс альфа менде 3-ке тең берілгенде, значит, тангенс альфаның орнына 3 қойып шығам. 3 көбейту 3, мына жерде 3 көбейту 3 минус 2. Сонда, мына жерде 5 плюс 9, мына жерде 9 минус 2, 14 бөлінген 7, Ол менде 2-ге тең жауабы. Так, келесі үшінші есеп. 4 косинус альфа минус 3 синус альфа бөлінген 3 синус куб альфа плюс косинус куб альфа. Біз косинус куб альфаға бөліп көрейікші. Косинус куб альфаға бөліп көрейік. Сонда менде мына жерде 4 косинус альфа бөлінген косинус куб альфа минус 3 синус альфа бөлемін косинус куб альфа. Так, 3 синус куб альфа бөлемін косинус куб альфа плюс косинус куб альфа бөлемін косинус куб альфа. Тең болады. Так, ықшамдасақ, мына екеуі қысқарады. Сонда менде 4 қалды. 4 минус. Мынаның бір дәрежесі мен мынаның былай жазайықшы, қараңыздар. 3 синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазайық, и көбейтілген косинус квадрат альфа деп жазуға болады ғой, дұрыс па?
1 бөлінген косинус квадрат альфа деп, мына кубты мына 2 бөлшекке бөлдім, сонда мынау менде тангенсті береді, мынау менде 1 плюс тангенс квадрат альфа. Қазір көрсетемін оны. Мынау менде синус куб альфаны косинус куб альфаға бөлсе, менде тангенс куб альфа шығады, тангенс куб альфа шығады. Так, косинус пен косинус қысқарады, плюс 1 болады. Енді қараңыздар, тағы да ақшамдаймыз. 4 минус 3-ті жазып қоям. Мынау менде тангенсті береді. 3 тангенс альфа болады. Так, и плюс менде мынауым бар ғой. 1 бөлінген косинус квадрат альфа деген мына формула бар еді ғой. 1 бөлінген косинус квадрат альфа, ол менде 1 плюс тангенс квадрат альфаға тең. Яғни бұл көбейтілген 1 плюс тангенс квадрат альфа деп жазамын бұның орнына да. Астында 3 тангенс куб альфа плюс 1-ді жазып қоямын. Так, енді ары қарай, мына жерде қателесіп кеттім. Ары қарай 4 минус, мына жақшаны ашайық, көбейтек 3 тангенс альфаны бірге көбейтейін, минус 3 тангенс альфа болады. Минус 3 тангенс альфаны мынаған көбейтетін болса, минус 3 тангенс куб альфа болады, Астында 3 тангенс куб альфа плюс 1. Енді тангенс альфа менде 1-ге тең еді, орнына қоямыз. 4 минус 3 көбейтілген 3, минус 3 көбейтілген. Так, 3-тің кубы менде 27, бірден жазайық. Астында 3 көбейтілген 3-тің кубы 27 плюс 1. Сонда 4 минус 9. Минус 3 27-ге көйтсем, 3 көбейтем 27, 81. Бөлінген, мына жерде 3-ті 27-ге өтсем 81 плюс 1 болады. Тең болады. Мына жерде минус 90, 4 минус 90, бөлінген 82, минус 86 бөлу 82, 2-ге қысқартсақ, минус 43 бөлу 41 шығады. Сіздерді кітаптың артында жауабында 25 бөлу 41 деп тұр, бұл негізі қате болу керек. Дұрыс жауабы осы болу керек негізі. Мұғалімдеріңізбен тексеріп көресіздер кейін. Так, келесі 4-шісін шығарам. Синус альфа косинус альфа минус 2 синус квадрат альфа 3 синус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа. Так, бұл жерде де косинус квадрат альфаға бөліп жіберейік бәрін. Сонда менде синус альфа косинус альфа бөлінген косинус квадрат альфа минус 2 синус квадрат альфа бөлемін косинус квадрат альфа. Астында да 3 синус квадрат альфа бөлемін косинус квадрат альфа плюс 2 косинус квадрат альфа бөлемін косинус квадрат альфа. Тең болады. Так, мына жерде менде косинус пен косинустың бір дәрежесі қысқарады. Менде не қалды? Синус бөлінген косинус қалды. Ал синустың косинусқа қатынасы нені береді? Тангенс альфаны береді. Бірден жазамыз, Мына жерде синус квадрат пен косинус квадрат қысқарады да. Ой, қысқармайды. Қатынасы нені беретін еді? 2 тангенс квадрат альфаны береді. Неге квадрат? Себебі бұлар квадратпен тұр. Мына жерде де менде тангенс квадрат альфаны береді. Алдында 3 бар. 3 тангенс квадрат альфа плюс мына косинус пен косинус екеуі қысқарады, менде плюс 2 қалады. Енді тангенс менде 3-ке тең берілгенде орнына 3-ті қоямын. 3 минус 2 көбейтілген 3-тің квадраты 9. Мына жерде 3 көбейтілген 3-тің квадраты 9 плюс 2. Сонда 3 минус 18. Мына жерде 27 плюс 2. Мына жерде минус 15 шығады үстінде. 27-ге 2 қоссам 29 шығады.